Сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін карри соусы қосылған тауық етін пісіремін. Ол үшін қажетті нәрселерімді дайындап аламын. Тауық еті, помидор, чеснок, сарымсақ, пияз, қаймақ, өсімдік майы, тұз, карри және перец чили бұрышы. Тауықты жуып, салфеткамен құрғатып кептіріп аламын. Помидорға тілім жасаймыз, мынандай крестик қылып. Одан кейін оның үстіне қайнаған су құямыз. 1 минутқа қалдырамыз. Толтырып құямыз. Лук мелко нарежу. От помидора очистим пленку. Жаңа помидордан қапшығын былайынан шешіп тастадық. Видеодан көрдіңіздер. Енді тураймыз. Кубик қылып тураймыз. Дайындап алған тауығымызды енді былай тұздаймыз. Екі жағынан да тұзды жағамыз. Енді тауығымызды майда қуырамыз. Табамызға 2-3 қасық май құямыз. Ағында 1 қасық май қоямыз. Тауығымызды енді қуырамыз. Мына жағымен, теріс жағымен артқа қарай. Майонез газы кетіп жатса, тағы да 1 қасық қояйық. Добавляем сметану. И мешаем. Также высыпаю карри, перец чили, чуть-чуть соли, чеснок. Перемешаем. И выключаем огонь. Соус наш готов. Курицу перевернем. Теперь огонь убавила. Отқа азайттым. Енді оған соус саламыз. Ортасына. Дайындап алған помидорын саламыз. Орташа отта пісірамыз. 10 минутқа қалдырамыз. Бетін жауып қоямыз, бұқтырамыз. 10 минут прошли, теперь переворачиваем курицу. 10 минут өтті, енді тауықты аударамыз. 5 минут осылай бұқтырамыз. Міне 5 минут өтті, енді отты өшіреміз, тауығымыз дайын. Гарнирға картоп пюресін жасаймыз. Ол үшін мен картошканы ашып алдық. Тез пісу үшін 2-3 бөлікке бөлеміз да суға қоямыз. Картоп негізі 20 минуттың ішінде піседі. Қайнағаннан кейін.
суға картошканы саламыз. Қажет мөлшерде тұз саламыз. Қақпағымыз жоқ, пісірамыз. Міне, картоплымыз пісті, енді суын төгіп тастаймыз, кішкене ғана түбінде қалдырып. Міне, картошкамыз пісті, кішкене түбінде су қалды. Енді оны осы қапында бұлай мынандай пестикпен немесе оқтаумен басамыз былайдан. Мұжимыз, таптаймыз. Міне, пюреміз әлі ыстық. Оған 1-2 қасық сары май қосамыз. Тұз саламыз. Не, орыстарда айтады, маслом кашу не есть полчиш деп. Сондықтан есті қалпа майды саламыз, араластырамыз. Міне, май еріп кетті ішіне. Біз картошканы қазір жейтін болғандықтан сүтті қазір қоям. Егер сіз сразу жемейтін болсаңыз, онда сүтті қоспауыңызға болады. Керек мөлшерде ғана қосыңыз. Қазір араластырамыз. Бір тектес однородный болсын десеңіз, онда блендермен пробивать етуге болады. Сонымен міне, карри соусмен дайындаған тауық етіміз дайын. Өте дәмді болып шықты. Өз міне картоп пюресімен бірге беруге болады. Өте дәмді. Дайындап көріңіздер. Қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Видеомның арасында орысша сөздер кетіп қалып жатса, кешіріңіздер.